Өткен жылдың соңында президентimiz өзінің ресми парақшасында адам құқығын қорғауға және заң мен тәртіп қағидатын басты назарға алу жайындағы және еліміздегі жақсы жаңалықтарға, жетістіктерге халықтың арқасында жетіп жатқандығы жайлы жақсы ақпарат айтылды. Иә, бұл естіген құлаққа жағымды әдемі естіледі, бірақ құрметті президент мырза, шындық басқаша. Сізге барлығы тамаша деп жеткізіп жатқан ақпараттардың ішінде жылаған ананың, әділдік іздеген әкенің, болашағына үміт күткен балалардың мұңы зары жоқ. ЕГО порталына да жақсы жұмыс жасау үшін, халықтың жағдайы жақсы жету үшін біз қызметкерлер алдық деп отырсыз. Сіз үміттенген сол ЕГО-птың ішінде де қызметкерлер адал, әділ жұмыс жасап жатқан жоқ. Мыңдаған адамның, халықтың арызы тиісті жерлеріне жетпей, мыңдаған сол халықтың үміті, мұңы сол арызбен бірге көміліп жатыр. Құрметті президент мырза, осы алдағы жылы облыстарға, ауданға, тіпті ауылдарға барып, халықтың жағдайын өз көзіңізбен көруіңізді сұраймын. Кабинеттегі жалған есептерге емес, халықтың көзіне қарап шешім шығарсаңыз екен. Еліміздегі әрбір адам мемлекетіміздің мүшесі, ал сіз осы мемлекетіміздің әкесісіз. Әке өзінің баласының жағдайын алыста жүріп емес, жақыннан көргенде ғана түсінетін болады. Нағыз әке әр баласын бөлмей, бірдей көріп, барлық баласының басынан бірдей сипалайды. Сондықтан еліміздің әл-ауқаты жақсармай, халықтың мұңы өзіңізге жетпей, толық орындалмай, реформа толық жүзеге асты деуге болмайды. Осы алдағы жылы өзіңізден шынайы жетістіктер мен шынайы жемістер күтеміз. Аман болыңыз.